Ішкі істер министрлігінің Алатау спорт сарайында күшті құрылымдар арасында волейболдан турнир басталды. Спорттық сайыс көктемгі мерекелер аясында ұйымдастырылды. Күшті құрылымдар арасында волейболдан Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің турнирін өткізгелі отырмыз. Тартысты турнирге жалпы 11 команда қатысуда. Олар ішкі істер, қорғаныс министрліктерімен қатар ұлттық қауіпсіздік комитетінің, ұлттық ұлан мен мемлекеттік күзет қызметінің және тағы да басқа арнайы құрылымдардың намысын қорғауда. Бәсекеде бақтарын сынауға келген сайыпқырандарға ішкі істер министрі Марат Ахметжанов сәттілік тіледі. Құрметті жарысқа қатысушылар және құрметті қонақтар, ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі аясында өтіп жатқан волейболдан турнирге қош келдіңіздер. Бүгін біздің жарысымыз әділ және қызықты болсын. Қатысушыларға сабырлық пен шыдамдылық, іскерлік пен сәттілік тілеймін. Күш атасын танымайды дейді қазақ. Дегенмен ең мықты команда жеңіске жетсін. Жүлдеден дәмелі командалардың қарқыны да қарымды. Тек жарыс барысында бабы мен бағы қатар келсе болғаны. Тұғырдан көрінуден үміттілер дайындықтарының жақсы болғанын жеткізді. Жалпы айтатын болсам, бұл ойынға бір ай бұрын дайындалып бастадық. Енді өте жақсы ойындар көрсетуге тырысамыз. Қалған барша командаларға сәттілік тілеймін, травма болмасын деп ойлаймын. Мықтылардың басын қосқан бұл доданың жүйріктері алдағы уақытта анықталатын болады.